Сәлем достар, бүгін үй жағдайында осындай дәмі өте керемет болып шығатын балалықтың бал дәмі осындай коржықтарымызды жасаудың рецептісі керек болатын болса, менің видеомды соңына дейін көріп тамашалаңыздар достар. Өте нәзік, өте дәмді болып шығатын балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнары сөзсіз достар. Балаларыңызға осылайша пісіріп дайындап қойсаңыздар, мектепке, садикке барған кездерінде салып жіберсеңіздер өте дәмді әрі тойымды коржиктарды жасап үйреніңіздер достар. Керекті ингредиенттердің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдыратын боламын достар. Егер де менің видеом ұнаса, маған подписация жасап қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Менің арнаның дамуына үлес қоса кетіп достар. Егер де видеом ұнаған болса, маған лайк басып және пікір қалдырып комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар достар. Енді бізге алдымен керекті ингредиенттеріміз сахар, шекеріміз, майымыз, сүтіміз, разрыхителіміз, ұнымыз, тұзымыз және жұмыртқамыз қажет болады. Осындай құрғақ ыдыстарымызға алдыменен сүтіміз бен шекерімізді қосып жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Осылай тостағанға, темір тостағанға құйып алыңыздар достар сүтті. Сосын үстінен осындай шекерімізді, қанттарымызды салсақ болады достар. Осыларды салып жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз достар. Мен үйде қанты көп адам пайдаланбағаннан кейін осылай салып, осы затыма сетіп тастадым достар. Барлығына қант болмаса да шекер қоса бересіздер. Осылайша барлығын араластырып, газымызге қойып, қаттырақ отқа қойып достар. Барлығын осылай венчикпен екеуін араластырып алатын боламыз. Шекеріміз ерігенше араластыратын боламыз. Осы массамызды жақсылап дайындап, ерітіп және суытуға қойып қоятын боламыз болғаннан кейін. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Инста парақшам ютубтың осы видеомның төменгі жағында көрініп тұр достар. Сол ютуб инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Міне достар, мен барлығын араластырып дайындап суытуға қойып қойдым. Енді алдымен құрғақ ыдысымызға осылайша сары майымызды, сливочный майымызды салып, осылай екі жұмыртқамызды жарып салып аламыз және екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз достар. Достар, осылайша екеуін араластырып аласыздар. Негізінде майды ерітіп алудан қажет жоқ. Бөлме температурасында болса болғаны, осылайша екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз достар. Венчиктің көмегімен не болмаса шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Осылай майымыз бен жұмыртқамыз жақсылап араластырып, енді үстіне жаңағы дайындаған массамызды, жұмыртқамен сүтімізді, шекермен сүтімізді құйып алатын боламыз дайындаған. Осындай бізде масса дайын болады достар. Енді осы массамыздың үстіне ұнымыз елегештен өткен болуы керек шарт достар. Кез келген затты істерден бұрын ұнымызды електен өткізіп істеген өте пайдалы бізге. Әрі оның үстіне істеген затымыз ісіп, әдемі болып көтерілу үшін де бізге ұнымыз електен өтуі қажет. Міне достар, осы сүтімен қант араласқан массамды, маймен жұмыртқа араласқан массамды екеуін бір-біріне араластырып, жақсылап барлығын ерітіп, шекерлерімді ерітіп алдым достар. Енді кішкене шым-шым тұзымызды салып, тағы да венчиктің көмегімен бір келкетіп, бір араластырып алып, осы елегештен өткен ұнымыздың үстінен разрыхителімізді салып, ұн мен разрыхителді екеуін бірге араластырып алатын боламыз. Барлық ингредиенттердің грамм массасының барлығы осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлімге толық рецептін қалдырамын достар. Соған қарап жасасаңыздар болады. 100% өте керемет болып шығады достар. Осылайша ұнымыз бен разрыхителімізді жақсылап араластырып, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, массамыздың үстіне салу арқылы басында венчиктің көмегімен араластырамыз, одан кейін жаймен қолмен қамыр етіп елейтін боламыз достар. Міне жақсылап ұнымызды бірінші бөлігін салып алдым, венчиктің көмегімен жақсылап осылайша араластырып алатын боламын достар. Жақсылап міне араластырып, оның үстінен тағы да ұнымыздың жарты бөлігін салып араластыратын боламын. Екінші бөлігін осылай венчигімізді алып, енді әрі қарай қолымызбен жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз достар. Әр қайсымызға керекті ұндың
массасы әртүрлі болады. Мен көрсеткен граммдардан мүмкін 100 грамм артық, не болмаса 100 грамм кем болуы мүмкін достар. Мен дәл осындай қамыр елеп аласыздар достар. Онда керегінше осылай салып. Енді осы қамырымызды морозилкаға 30 минут 40 минутқа қойып қоятын боламыз достар. Себебі ішіндегі біздің майымыз қатты болғаны дұрыс. Әзір жайған кезде еріп былшылдап кетпеу үшін достар. Міне мен морозильниктен алдым қамырымды, 30 минут қойып, кішкене қатайтып алдым қамырымды. Енді осы қамырды екіге бөліп алатын боламыз ортасынан достар. Мен көптеу шығу үшін осы ингредиенттерін қостым. Егерде аздау керек дейтін болсаңыздар, осы салған ингредиенттерінің жарты массасын ғана пайдалансаңыздар болады. Дәл осындай етіп 2 зуала қамыр елеп, осы қамырларында енді жақсылап жайып алатын боламын. Және осыған жүрек, коржиктің өзінің әдемі гүл сияқты нелері болатын болса, осылай формалар болатын болса, сондай местесеңіздер болады. Менде ондай форма болмағасын, кішкене ғана кесемен осылайша барлығын дөңгелек етіп пішінге келтіріп алдым достар. Енді пергамент төселген листімізге осылайша коржиктарымызды қойып, қалған қамырларды тағы да жинап алып, субала жасап, тағы да қамырды жайып алатын боламыз достар. Субала қылып, тағы да қамырымызды жайып, тағы да дөңгелек етіп алатын боламыз. Міне достар, мен коржиктарымды осылайша барлығын істеп алатын болам. Және осының үстінен жұмыртқамыздың сарысын жағып, әсел пешімізге 200 градуста 20 минут 30 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз достар. Міне достар, мен коржиктарым пісіп барлығы дайын болып шықты достар. Өте әдемі, желімтал, дәмі де, тәттісі де өте керемет нормамен болған достар. Бетіне сахарный пудраны сеуіп, осылай сәндеп қойдым достар. Егерде менің істеген затым сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар достар. Менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Осы қазақша ютубымыздың дамуына үлес қосып достар, менің YouTube каналымның дамуына үлес қосып, менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Алдын ала рахмет, Алла разы болсын. Келесі жолы қандай рецепт салу керектігін, қандай заттың рецепті керек болатын болса, комментария бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады достар. Сіздермен бірге болған Алмагүл, жасап көріңіздер.